Фирғауынның қызының шашын тарайтын, соның эстетикасына қарайтын, сұлулық сымбатына қарайтын бір әйел адам болған. Мұса пайғамбарға иман келтіреді. Сол кезде қасында балалары болады. Емшектегі баласы да болады. Сол жаңағы шашын тарап атқан кезде тарағы жерге түсіп кетеді. Тарақ түсіп кеткен кезде бисмилля деп айтады. Жасырын жүрген нәрсе ғой енді. Тарақта бисмилля деп айтылды, бітті кетті. О кездегі жаңа Исраиль ұрпақтарында Мұса пайғамбар келген кезде енді бұны былай да жеңілдік жоқ. Принципті аяғына дейін тұру керексің. Былай деген жол болмаған. Исраиль ұрпақтарының жолында осындай қиыншылықтар болғанда, олардың мұсылмандарында да мықтылық болған. Сонда әйел адамның өзіне қараңыз, ана бисмилля дейді да, сонда қыз айтады: менің әкемнің атын айттыңыз ба дейді. Жоқ, менің және сенің және әкеңнің Раббысының атын айттым дейді. Сонда сенде менің әкемнен басқа қожайын бар ма? Менің де, сенің де, әкеңнің де қожайыны Алла дейді. Сөйтіп жаңа қыз жүгіріп барып әкесіне жеткізеді, Фирғауын шақыртады, нөкерлер келеді. Жаңағы айтқан сөзіңнен қайтасың ба? Менен басқа тәңірің бар ма сенің деп. Менің де, сенің де Раббым Алла дейді әйел. Фирғауынға айту, өзіңіз ойлаңыз, ол оңай нәрсе емес. Әйелдердің өзінің иманына қараңыз. Және солай міндеттелген, солай тұрып беріп отыр принципте. Яғни жәннат қымбат өте. Ол жаңағы иіске қалай жеткенін баяндайын деп тұр Жибрил, жәннаттағы мәртебеге. Сонда қазанды жағып қыздырады. Мыс қазан дейді, үлкен әкеп, от жағады жаңағы ішіне. Егер де иманыңнан қайтпасаң, осының ішіне тастаймыз дейді. Сонымен қайтпайды иманынан. Қайтасың ба? Қайтпай. Раббың кім? Алла. Бір баласын әкеп тастайды қазанның ішіне. Алла Тағала бұрынғы үмметтерді, құрметті жамағат, осындай дәрежеге дейін сынаған. Сонда жаңағы баласын ішіне салып жүрген кезде ойлаңыз, жүрек не болып жатқанды, мысалы. Бірақ адам Алламен жолығатын күнін үміт етсе, өз Құранда айтқандай, ол иманның ең үлкен нәрсесі. Ол кез келген қиыншылықты көтере алады екен жүрек. Егер мақсатың Алла болса да, егер мақсатың дүние тағы нәрсе болса, онда күллі жинаған сахих теорияларының барлығы түкке жарамайды. Жеме-жемге келген кезде деген нәрсе жатыр да бұл жерде. Сонда ойлаңыз, жаңағы баласын тастайды, екінші баласын, үшінші баласын, кішкентай баласын тастайды деп отыр, жүрегі ауырады деп, мысалы. Сәбиіне дейін тастайды, жаңағы әйелді қоса тастайды. Әйел адам айтады: мен тек қана бір бұйымтайым бар дейді Фирғауынға. Ол қандай бұйымтай деген кезде, сен бізді мына қазанға қуырып болғаннан кейін сүйектерімізді бірге жинап, бірге көмші дейді. Міне сол нәрсе істейді. Жаңағы барлығын қуырып болғаннан кейін сүйектерін жинап, бір жерге апарып көмеді. Өтінішін орындаймын әйелдің деп Фирғауын. Енді сол еңбек, қараңыз, ана жақта не болып жатыр, пайғамбарымыз жұпарды алыстан сезіп жатыр жәннатта. Бұл кім дегенде, бұл сол тарақшы әйелдің және оның балаларының мекені ғой. Сол жақтан келіп жатқанын естиді.